Сәлем, бұл видеоны соңына дейін көрсеңіз, сіз баклажан қосылған өте тойымды салаттың қалай жасалу жолын үйреніп алатын боласыз. Ең алдымен баклажандарды алып жақсылап жуып аламыз да, одан кейін жартай етіп турап, осылай үстіне тұз салып, салқын су құямыз да 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минут өткеннен кейін баклажанның ащы шығады да, одан кейін сіздер баклажанды пергамент қағаз төселген табаға салып 15-20 минут 180 градуста кептіріп, кішкене пісіріп аласыздар. Баклажан дайын болғаннан кейін суытып қойып, одан кейін огурцты да осылай жарты айға ұқсатып турап аламыз. Дәл осылай турап аласыздар да. Және де помидор тураған кезде қыздар ескере кетіңіздер, помидор кішкене сулы болатын болса, міндетті түрде ішін алып тастаңыздар. Өйткені суы шығып кетіп, салаттың реңін бұзады қыздар. Қыздар, менің арнамда басқа да өте керемет салаттардың рецепті бар, майонезбен, майонезсіз, сондықтан арнама жазылып алыңыздар қыздар. Енді жұмыртқаны турағанда да кішкене жартайға ұқсатып тураңыздар, соломка ретінде емес, осылай сәл қиғаштау етіп турасаңыздар әдемі болып көрінеді қыздар. Сарысын да ағында турайсыздар. Енді барлық заты дайын, енді соус жасаймыз. Соус үшін бізге майонез және чеснок керек. Чеснокты майонезге араластырып, екеуін жақсылап араластырасыздар да, сонымен баклажандарды салып, барлығын бір келкетіп майонез сіңгенше араластырамыз қыздар. Салат дайын, жасап көріңіздер, өте дәмді болады, ас болсын.